Сәлем достар, бүгін біз не істейміз? Ол үшін бізге 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Және бірінші 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Сосын қасына 1,5-2 қасық салсаңыздар да болады, қант саламыз. Және де бұны салып болған кейін мынандай шағын блендермен араластырамыз. Енді жылы шықты лайк қойғанмын. Сосын жартысын да құямын. Жартысын сәлден кейін. Еркелі керек ішінде. Енді бұған 500 грамм ұн саламыз. Жемей, өзім көзбен шамалап, сүйе саламын. Негізі 2 қасық салсаңыз болады. 2 чайная ложка сұйық май. Осылай құямыз. Сосын барлығын араластырамыз. Шамалап қалдырамыз. Және қалған сүтімді құйып жіберемін. Ұнымыз ірті-бірті көп шықпас үшін байқап қарап отырып араластырамыз. Мұны біздің қоспамыз дайын болды. Енді пісіріп көріңіз. Егер бұндай шағын миксерлеріңіз болмаған жағдайда мынандай қаспен араластырсаңыздар да болады. Ол үшін жылдамдық керек болған күш керек. Қазір пісіріп көреміз. Блинчигіміз осылай пісіп жатыр. Мына блинчигіміз дайын. Әдемі, жұқа, әдемі болып пісе келді. Және де бұлай тарта берулеріңізге болады. Өте керемет, дәмді, әрі жұмсақ. Лайк басып, сағрайт етіп, тіркеліп кетіңіздер. Қандай не керек екенін описанияға жазып кетемін. Ал ас болсын.